Қызылорда қаласының тұрғыны Тәуекел Күзембаев Қызылорда қаласы іргесінде қыруар қаражатқа салынып, бүгінгі күні қараусыз қаңырап қалған жылыжайдың жай-күйінен алалы. Центр бар. Мынау ЦКЗ жақ қой Қызылорда қаласында. Енді мынаны мемлекеттік бағдарламамен теплицалардың бәрін соқты. Миллион миллиардтаған ақша кетті, осыған. Бүкіл Қызылорда өңірін, облысын көкөніспен қамтамасыз етеміз. Одан қалды жаңағы шет мемлекетке шығарамыз деп. Міне біздің билік, әкімдік халықтың ақшасын мақсатсыз, ойламсыз жұмсап, ақыр аяғы мінекей мынандай халге жетті. Міне қанша дүнияның бәрін салды, міне. Анау банан теріп ал, банан. Қазір мына екіншісіне ананас өсіп жатыр. Міне банан теріңдер мына жақтан келіп. Халқым, келіңіздер мынаған теплицаға. Мынада ананас өсіп жатыр. Анада қызанақ өсіп жатыр, міне. Міне же ананасты же, ананас тұр ғой. Не мына боқ, жылқының боғы, сиырдың боғы көне. Міне қандай. Енді ше мынаның жері әшейін лақса болып қалды ғой мынау. Қанша дүние, Құдай-ай. Не халыққа бұйырмады, не мемлекеттің абыройы айрандай төгілді мынаның біздің жаңағы билік. Қаншама дүнияның бәрін ысырап қып халықтың ақшасын далаға жіберді. Жұмыспен қамтайым, анау қылам, мынау қылам. Кәне. Жергілікті ауыл шаруашылық және жер қатынастары басқармасы 120 жылыжайдан тұратын кешен 2012 жылы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры есебінен салынғандығын айтып, ат тонын ала қашты. Айтуларынша, облыс бюджетінен аталған мәселеде бір тиын да желге ұшпаған көрінеді. Алайда видео авторының да алаңдайтын жөні бар. Не қарауылы жоқ. Мұнан бәрін алып кетсе қанша материал ғой мынау? Қанша материал, мынан қара. Міне 1, 2, 3, 4 деп міне басталған ғой, әнеке 1, 2, 3, 4 деп. Көрдіңіздер ма? Ана жерден перс теріп алмадым ба, үйге перс алып кетейік. Анада баклажан бар. Екі әкімге теріп аш, апарып берейік. Жеңгелеріміз тамақ істесін. Міне. Көрдіңіздер ме? Баклажан салбырап тұр. Жеңдер баклажан. Су құбырларын әкеп қойған. Құдай, қаншама дүнияның бәрін ысырап қылып, тоғын жүргізіп, бәрін істеп, масқара. Далада қалды ғой, далада қалды. Сонда ше мен таңғаламда осына проектілерді қай несімен ойлайды екен, қандай ақылмен ойлап істейсіздер. Болашағы жоқ нәрсе, неге мынандай ақша құртасыздар, халықтың ақшасын? Міне Тоқаев мырза, сіздер айтып жатсыздар ғой жаңағы, су алу мәселесін көтересіздер елдің. Сыртқы экономика, ішкі экономика деп жатсыздар, саясат деп жатсыздар. Мына ғой, саясатқа соққы дейді, бұны білесіз ба? Сіздің саясатыңызға, халыққа арнап жатқан саясатыңыз, жолдауыңызға мынаны соққы дейді. Колоссальный соққы ғой бұл деген. Халықты сізге қара қарсы қою деп есептеймін мен бұндай нәрселердің бәрін. Жүгенсіз, жүйесіз, ешқандай мақсаты жоқ, армансыз істелген дүниялар ғой мынау. Хотя бы армандай да білмейсіздер ма, таңғалам сіздерге ше. Армандар орындалады деген бар ғой өзі. Армандасан бәрі орындалады. Арманда жоқ қой, сонда біздің биліктің кейбір кісілерінде. Адам армандай білу керек қой. Халқы мынандай болса, мен мынандай боламын. Біздің түсірілім тобы мәселенің мән-жайын білмекке аграрлық несие корпорациясына сауал жолдаған болады. Дачный массив туралы, информатичный туралы. Жалпы ауыл шаруашылық қолдау қорына байланысты бұл қаржылас сол жақтан берілген болатын акционерлік қоғамнан 2012 жылы 70 жылыжайды шағын салуға сондай шартқа сәйкес бұл әрекеттердің бары жүзеге асқан болатын. Бірақ та осы міндеттемелерді алған шаруа қожалықтары өздерінің жылыжайларды толық мәнді іске қоспағанға сәйкес бұл тиісті түрде кепілзат ретінде рәсімделмеген болатын. Ал енді осыған байланысты міндеттемелердің орындалмауына сәйкес бұл жылыжайлардың барлығы да толыққанды рәсімделмей біздің қарамағымызға өткен жоқ болатын сол уақытта. Бұлтартпау шараларын іске қосу арқылы бұның барлығы да сот арқылы шешуге біз бел буып отырмыз. Және оның барлығы да біз өзіміздің алған міндеттемелерді орындадық. Және де осы қарама қарсы шаруа қожалықтарының барлығы да өзінің міндеттемелерін орындауға жүзеге асыратын осындай реакция жасап отырмыз.
Сол уақытта қанша қаражат бөлінген негізі сол жылыжайды салуға? Бұл жобаның барлығы да ауыл шаруашылық саласын қолдау қорынан өткен міндеттемелер, қаржылардың барлығы да өзінің жеке-жеке шарттармен өтпей, толыққанды өткендіктен бұл мәселені біз айта алмаймыз. Өкінішке. Байланысқа шығып тұрасыздар. Иә, міндетті. Енді олармен жұмыс айналыспаған ол кісі айтпады ма? Оны көп енді былай айтсақ, әділетті адамдар бар, әділетсіз адамдар бар. Біреу істегісі келеді, біреу айту жай ақшасын алғысы келеді, оны адам әртүрлі ғой. Оны бәріне бірдей қаралмаймыз. Bir келеді, істеймін дейді, сосын бір тастап кетеді біреуге. Ол екі нәтижемен біз байланысқа шығып, ол кісіден не үшін ары қарай жұмыс жасамаған туралы, неге тоқтап қалған туралы ақпарат ала аласыздар? Аласыз, ашық түрде береді. Ол кісі 7 жыл бойы оны пайдаланды ғой. Ол пайдаланған, жаңа айттым ғой, андай адамдар болды да, добросовестный, недобросовестный бар ғой. Біреу пайдаланып қалғысы келеді, біреу бермей қалғысы келеді, біреу тырпыштап өз тірлігін бітіреді. Соны тырпыштап өз тірліктерін бітіріп жатқан азаматтарға, соларға жаңағы солардың кесірінен жақсы азаматтарға бермеу. Мемлекеттік органдардан біз жауапкершілікті аламыз. Не талап етсек болады деген ғой. Сол уақыттағы кемшіліктерге байланысты. Ол жаңағы фермерларға, мысалы мемлекет оларға қолдауға қаржы берді. Істеңдер, кәсіптеріңді дөңгелетіңдер берді. Енді ана алып отырған кісі, мысалы сіз ипотека алсаңыз, алып сосын төлемеймін деген дұрыс емес қой. Тура сол сияқты. Саған сеніп берді ма, тапсырды ма, іске жүзеге асыр. Мемлекет саған сеніп отыр. Бірақ та сен мемлекет тарапына бетіне түкіріп отырсаң, онда қандай амал бар? Мен мысалы оператор ретінде айтты, мынандай азаматтарға беріңдер, көмектесіңдер, жәрдем беріңдер деді, біз бердік. Енді ол азаматтың беті қисық болса, мен оған кінәлі емеспін. Енді осыны реттеу үшін мен әрекеттер жасап отырмын. Егер ол сотқа болатын болса, сотқа беріп отырмын. Оны тірлігін жөндетіп, өз алған міндеттемелерін, жауапкершіліктерін орындауға мен тартып отырмын. Істеңдер, бітіріп беріңдер деп. Ол ұят нәрсе ғой. Соның кесірінен басқа біз азаматтарға уже тікелей әрбір нүктесіне қарап отырмыз да. Сондай кесірінен. Адам әртүрлі болады. Біз енді өзіміздің тарапымыздан қол қусырып отырған жоқ, сотқа да бердік, аналардан келісіп, инвесторға айтып отырмыз, жігіттер келіңдер, істеңдер деп. Өйткені бұл мәселені біреудің қателігін түзеп отырмыз да қазір біз. Сол үшін біз таяқ жейміз де келмейді. Өйткені біз тырысып отырмыз. Қол қусырып қарап отырмадық дейді департамент басшысы. Алайда осы уақытта қараусыз жылыжайдың мүліктерін сұқанақ қолдылардың қолды еткендігі жайлы бейресми ақпарат әлеуметтік желіде жылт етті. Осындай бейресми ақпарат бар. Кеше менің видеом түсірілгеннен кейін 24, 25, 26 мамыр аралығы шамамен осы мен ар жағынан түсіргенмін, ягодка жағынан. Мынау енді тубальница жағынан келе жатырмын. Бұл жерде бір 10 миллионның шамасына ұрлық жүрді деген Гоғдымен тіркелді деген мағлұмат жетті маған, бейресми ақпарат. Трактор ұрланды, тағысын тағы дегендей. Мына жаққа енді сол тағы неге келе жатырмыз біз? Немене теплицаға. Мына жағына қарай бара бер алдына. Мінекей. Өтуге болмайды дейді. Осы жерде тракторы ұрланған, тағысын тағы басқа да заттары ұрланған деген ақпарат жеткен болатын маған. Мына газ трубаларын көрдіңіздер ме? Мына газын трубаларына дейін тартқан. Мінекей. Ар жағы. Мына жерге бетонын қараңыздар, мінекей бетоны. Кәдімгідей жолы, мына дарбазасы бәрі істеп қойған ғой. Мынау үйшігі қарауылдың. Мынау бүкіл нелері, мінекей емкістерін бәрін әдемілеп, мінекей. Бәрін кереметтеп істеп қойған. Енді осы теплицамыз білмеймін енді. Ар жағында бұл жерде сосын бір ақпарат бар, қарауылдары бір-бірін пышақтап тастаған кезінде үлкен жарақат алып реанимациядан шыққан деген ол қай жылдары болғанын білмеймін, бірақ оның бәрін бейресми ақпаратқа қалдырайын. Сондықтан бұл теплицаның әні мен жыры тарихы бар екен, тарихы қалмайды екен, тарихы әлде де жалғасады екен. Президент аппаратымен Қазақстан Республикасының президенті және үкімет басшысы Олжас Бектен құрдасым. Мықтап осын тексеріп результат шығарып беріңіздер, сосын бар көресіздер. Екінші, ешкім президент аппаратында, президентті де, үкімет басшылығында, үкімет аппаратында ешкім ешқашанда алдай алмайтындай болады, егер де ондай жағдайлар орын алып жатса әрине. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кететіні белгілі. Ал белгісізі, жылыжайдың жай күйі осындай болғанда өңірдегі көкөніс бағамы қалай тұрақтамақ? Тиімсіз игерілген есіл қаражаттың есебін кім бермек?